қажылық маусымы да осы Ибрахим алейхиссаламның кезінде басталған. Аллах тағала сол бір кез Ибрахимге бұйрық береді. Одан кейін Исмаил өскеннен кейін екеуіне Қағбаны тұрғызуды бұйырады. Сол бір кез, ей пайғамбар, Ибрахим мен Исмаил екеуі Қағбаның іргетасын көтеруде еді дейді. Сөйтіп көтеріп, соны салып тұрғызып жатып, олар айтқан дейді: Роббана тақаббал минна. Амал істеп жатыр. Раббымыз қабыл етші бізден. Сүйікті пайғамбардың дұғасының өзі. Қабыл етші бізден деген. Мұқтаждықты көрсетіп отыр Алла Тағала. Мұқтаж. Қабыл етші бізден. Иннака анта самиул алим. Сөзсіз сен естушісің ғой біздің дұғамызды. Сен бәрін білушісің. Сол жерде осы бір дұғаны жасайды екен. Кейін екінші дұға жасайды. Бірінші амалды қабыл етіп, одан кейін енді тұрақтылық керек қой бұл. Бұл Қабаны тұрғызу бір. Енді бұл Қағбаға қарау, оның құлшылығын, хақысын беру деген нәрсе. Сондықтан екінші дұғасына қараңыздар. Роббана ва жаална муслимайни лака. Раббымыз бізді екеумізді, мені де Исмаилды қасында тұру кезде, Исхақ жоқ әлі. Исмаил екеумізді өзіңе мұсылман бойұсынғыш қылшы дейді, қараңыздар. Сосын мына дұғаны қосады. Ва мин зуррияти, жаңағы умматан муслиматан лака. Сондай-ақ біздің ұрпағымыздан бір мұсылман үмбетті жасап шығаршы деген. Бұл Мұхаммед пайғамбар және Мұхаммед пайғамбардың үмбеті екен. Ибрахим дұға жасаған осыған. Міне, әрбір нәрсені. Соны сұрайды. Сосын осы дұғаны жасап, арина манасикана. Сондай-ақ қажылықтың басқа да рәсімдерін бізге көрсетіп бер. Біз қалай істеу керек екенін атқарайық, адамдарға үйретейік деген нәрсе. Туба алайна. Сондай-ақ бізді бойұсынуға қарай қайтаршы, қателік жасап қойған кезімізде. Тәубамызды қабыл етші біздің. Сен сондай тәубаны қабыл етушісің. Сен сондай рахымдысың, Раббым деп. Одан үстінде жаңағы ваджғал Раббана уабас фихим расулан минхум. Сосын сол үмбеттің жаңағы осы Меккеде болашақта тұратындардың ішіне елші жіберші деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан Ибрахимнің дұғасымен дейді мен. Ибрахимнің сұраған дұғасындағы елші менмін дейді. Раббым, елші жіберші осы жерге. Ятлуна алейхим аятика. Сенің аяттарыңды оқып жүрсінші оларға. Ва юаллимухумул китаба вал хикма. Сенің Құраныңды және сенің жаңағы сол Құранды ұстану жолын, яғни сүннетті, даналықты үйретсінші соларға. Ва юзаккихим. Сондай-ақ оларды рухани, ішкі дүниесін тазартып тәрбиелесінші дейді. Саған жақын құлдарға айналатындай. Иннака антал азизул хаким. Раббым, мен сенен сұраймын осыны. Өйткені бүкіл күш сенің қолыңда ғой. Сен істеймін десең істейсің бұны. Және сен данасың. Осы дұғаларды сол жерде жасайды да. Сосын Алла Тағала айтады: «Ва май ярғабу ан миллати Ибрахима илля ман сафиха нафса». Ибрахимнің дінінен дейді, кім қанағаттанбас дейді да. Тек ақылсыз болған адам болмаса дейді. Ақылсыз адам ғана болмаса, кім қанағаттанбайды дейді бұл Ибрахимнің жолына дейді Алла Тағала Құранда. Сол кезде бұйрығын қарасаңыз, Исқоля лаху роббуху аслим. Сол кезде Раббы соған бойсын Ибрахим деген кезде бұйрық қой. Бойсын. Бұл негізі оңай сөз емес, құрметті жамағат. Мына бойсын деген кезде бұдан кейін қисықтық болмайтын нәрсе болу керек екен. Сонда Ибрахим сөзін қараңыздар. Аслам тули роббил аламин. Айтты дейді. Әлемдердің Раббысына бойсындым деп. Енді ойлаңсан, аманатты қалап, ертең қисықтық болмау керек болды. Осындай дәрежеге дейін өткен адамдарда емтиханнан болар. Ол солай өтті дейді одан, жолдан аманатты арқалап. Сосын сол аманат үшін қорқып дейді, өлім сәтінде балаларына дейін өсиет ететін дейді осыны. Қараңыздар. Ва вассо биха Ибрахиму. Ибрахим осы ла илаха илlallah деген сөзді. Аллаға құлшылық қылу деген нәрсе. Аллаға деген адалдық, Аллаға деген бойұсынушылық деген нәрсені өлім сәтінде өсиет етті дейді бәнихи балаларына дейді. Сол секілді одан кейін де Яқуб та өзінің балаларына өсиет етті дейді, оны қараңыздар. Яқуб жаңа Исхақтан келген. Ва Яқубу, я бүнайя, ей балалағайларым менің деп өлім сәтінде жатқан кезінде мысалы. Инналлаха стофа лакумуддина. Сөзсіз Аллах Тағала сендерге дінді таңдап қойды, міне бітті. Бір Аллаға бойсыну деген, бір Аллаға құлшылық жасау деген дін.
Вала тамутунна илля ва антум муслимун. Мұсылман болмайынша өлмеңдер деп өсиет айтқан дейді Ибрахим ұрпақтарына. Қараңыздар. Қараңыздар, салмақты адамдардың өлім сәтіндегі өсиетінің түріне қарасаңыз да қандай? Көрдіңіз ба?